Assalamu alaikum, амансыздарбы. Барганга жараша жакшынакай. Суроо талап жооп менен келейин дедим. Мынакей бизде Жалгас деген акын бар экен, кыргыз экен деп айтып жүрүңүз эле, өзүнөн сурайлы эми. Жалгас, амансыңбы? Assalamu alaikum, амансыздарбы. Кош келдиңиздер. Рахмат. Бүгүн айтыс сөз керемет өтүп жатыр. Казакстанда жалпы жетишүүдө алгач рет өтүп жатыр го, казак тарыхында. Керемет болуп жатыр. Халктын көңүлүнөн чыгып жатыр энди. Өзүмүзгө да унап жатыр. Сиздердин келгендериңиз энди кадамдарыңызга кут кетсин. Жаңа сиз айткан әңгіме, ол өтірік емес, шын әңгіме. Менің әкем де, шешем де қырғыз азаматы. Ош облысында Алай районы дейді, Чоңалай, Кішалай деп қояды. Сол жақта Күлчө, Күңелек деген ауылдың, айылдың перзентіміз біз, баласымыз. Біз енді әкеміз бен шешеміздің арасы кішкене дұрыс болмай қалып, сол заманда. Енді біз өзі туылмай жатып, үлкен кісілерге айта алмаймыз ғой еш нәрсе. Сөйтіп Қазақстанға келіп қалғанбыз. Менің анам, шешем, апам дейді ғой қырғызда. Апам осы жаққа өтіп кеткен. Содан бері осы жақта өсіп қалдық біз. Содан бері осында Есенқұл Жақыпбеков деген ұлы ақын ағамыз болған, дүниеден өтіп кетті. Сол кісі өзі ұстазым, Ермек Жұматаев, Айтақын Бұлғақов ағаларымыз, Балғынбек Имашев, солармен Жандарбектің қырсоңынан қалмай тайғұлындай тебісіп өстік, ағалап, жағалап әйтеуір. Жандарбек өзі ағам сияқты. Сондай ол өтірік емес. Алай жаққа барып тұрасыз негіз, барғансыз? Қырғыз. Мен 2015 жылы барғанмын. Қырғызстанға барып, өзім ауылдан барып сұраса да айтады, 5-6 ай жатқанмын сол жақта, қыстап өзімнің әкеммен бірге. Бірақ өкінішке орай шешем бер жақта болып қалды да, оны алып өту мүмкіндігі болмады. Менің анашымда, апамда әлі күнге құжат жоқ. Ол жаққа әлі алып өте алмай жатырмыз. Заңды түрде өту керек, соның жолдарын қарастырып жатырмыз. Мен өзім қайтып кеткенмін сол кезде. 6 ай жатып қайтып кеткенмін. Одан кейін оқимыз дедік, біз мына жақта білім қуамыз дедік. Оның үстіне мен өзімнің туғандарымды көрмей өстім ғой. Қазақстанда өскеннен кейін ол кісілермен барғаннан кейін таныстым. Өзім ауылым болса да, өзім айылым болса да, кейіннен барып сол кезде таныстым да. Өзімнің, менің атамнан балалары бар. Талай деген. Сіздің бір туғандарыңыз болып отырсың да? Бір туған әкелеріміз бір, аталарымыз бір. Туғандарым бар. Сол кісілер бар, сонымен мен қайтадан Қазақстанға кеткен болатынмын. Мен осы жаққа келіп оқуға түсе алмадым, бірақ қайтадан анашымды қарау керек болды, жұмыс жасау керек болды. Сөйтіп, сол арасында айтысқа шығып тұрамыз өстіп. Сонымен бара алмадым. Кейіннен мен естімей қалыппын, келе жатқанда телефонымды жоғалтқам. Сөйтіп әкем дүниеден өтіп кеткен екен. Әкем дүниеден өтіп кеткен. 2018 жылдары, 19 жылдары қателеспесем дүниеден өтіп кетті ол кісі. Бірақ мен Құдай өзі кешірсін әлі бара алмадым содан бері. Әйтеуір өзіміз осы жақта Құдай тамақ беріп кішігірім Құран бағыштап жүреміз. Әкеңізді көрдіңіз бірақ? Бірақ көріп, өзінде сол бір үйде тұрып, батасын алып, 5-6 ай жатып кеткем. Әкеңізге ұқсас па екенсіз? Әкеме қатты ұқсастығым бар деп айта алмаймын. Мен нағашы жағыма тартып кеткен екенмін. Тәйкелерім жағына тартып кеткен екенмін. Бірақ бойымның ұзындығы, бетіміздің кішкене қызылдығы, сарғыштау келгеніміз, соның барлығы ұқсайды. Әкеме тартқан көзімнің несі деген сияқты формасы барлығы. Енді әкеме 50%, шешеме 50% тартқан. Жақсы. Өз ойымша. Енді келіп тұрыңыз, бір туғаныңыз білесіз ба? Құдай қаласа міндетті түрде барамыз, Алла қаласа барып. Қырғызстанның да бұйыртса бір айтыстарына қайтып. Салам жолдап қойыңыз анда. Ал енді құрметті ағайын, туғандарым, өзім бауырларым, мен кішкене тілім қазақша болғанына айып етпеңіздер, өйткені біз Қазақстанда өсіп қалдық. Сіздерге амандық тілейміз, денсаулық тілейміз, сәттілік тілейміз. Жаңа келіп жатқан басшымыз Садыр Жапаров мырза, Құдай қаласа үлкен жетістіктерге елімізді аман есен, заманды тыныш, берік қылып, жақсылықтарға жеткізе берсін. Қабыл болсын. Жолыққа жаққа аман болыңыздар.